Тыбыт жоолук. Союз тарап эли бир кыйналып, кайра жаңыдан баштарын көтөрүп, тиричилик менен алпурушуп турган күндөрдүн биринде оттук айлыбыздын ортосун кесип өткөн улуу жибек жолунан нарын Атбашы тарапка чубаган унаалардын бири аста жайлап келип, ата-бабаларыбыз жаткан эски күмбөздөрдөн өтүп барып жээкке токтоп, арткы эшигинен улуу эжем түшүп, унаанын багажынан чоң чаар Кытай баштык сууруп чыгып, киндик каны тамган жерине койду. Ажымалы атанын коругуна күн чубактап жөнөнүп турган мен, эжемди көрөр замат дароо жанына басып барып, бетинен өбү учурашып, чаар баштыгын колдошуп, атамдын үйүнө көтөрүшүп келдим. Эшиктин алдында көмөрүлгөн калайда каранын үстүндө кернейинен көк түтүн чыгып, бууркулдап кайнап жаткан самоварды көргөн эжем жылуу жылмайып, үйгө кирип, көрпө төшөккө отурду да, чаар баштыгынын ичинен дагы бир баштык сууруп чыгып, оозун ачып, балыкчынын ышталган чыканак бой, төшү алтын түстөгү чоң балыгын дасторконго коюп, мунаш, тиги чаар баштыктын ичи толо тыбыт жоолук. Өткөндө баягы өзбек гулеже жолугуп калып, кишке Кытайга кирип чыктым, үйдө тыбыт жоолуктар бар. Кааласаң сатып, пайда көрүп алсаң болот дегенден сага ишенип алып алдым. Мингенге атың болсо, Байдылуудагы малчыларга алып барып, сары майга айырбаштап бересиңби? Деп суранып калды. Эжемдин 2 уул 1 кызы бар. Жездем өтүп кеткенине көп жыл болгон. Раматылык Такиш атам эртеден кечке тартактап, оңой эмес жан бакмак дегендей, эжемдин таянар жолдошу жок, балдары майда, ишке али жарай эле кез болчу. Сөзүн эки кылбай, эртеси жерде кашка атымды токунуп, баштыктагы жоолуктарды куржунга салып, атыма бөктөрүнүп алып, булактын башын имерлеп, чийлүү колотту өрдөп жолго чыктым. Жерди кашканын жер чапчыган алдыңкы туяктары чоң айрыктын урчуйган таштарына урунган эле болбосо, жарыктык жаныбарым жүрүшүнөн жазбай бир калыпта чуркап келатты. Май айынын жагымдуу жыпар леби аттын жүрүшү менен кошо карама каршы кагылышып, калпагымды делдеңдетип учуруп кетчүдөй болуп, 2 көзүмдөн жаш куюлуп, аттын үстүндө желип келаттым. Удургуган аттын таскагынан ыргыган майда кум таштар, артымдан калбай чуркап келаткан тайганымдын узун тумшугу менен сапсайган агала төшүн булга бурунуп жатты. Тайгандын салаңдаган узун тилинен шилекей шууруп, Майбулактын күнгөй тескейине жоодур кабагын салып, коён түлкү урунуп калабы дегендей, эки жакты элеңдеп, агала моюнун алдыга созуп, арыштап чуркап келе жатты. Майбулактын өтөгүндө жайкалып өскөн көк чөптүн арасынан жаңы башы кылтыйып чыгып калган ышкындар карыш бой алып калыптыр. Жегенге али эрте экенин билип турсам дагы, ат үстүнөн жерге секирип түшүп, жерденин алдыңкы 2 колун өрөлөй коюп, напсимди башкара албай, жаратылыштын мыйзамына каршы ээн башты кылгандыгымды, качаан ышкындын сырткы кабыктары отурган абалымда 2 тиземен ылдый, керзөтүгүмдүн кончуна чейин додо болуп үйүлүп калганын көрүп, кекиртегимди тыйдым. Анча болбогондо өтөкчөдөгү жаңы баш алып калган ышкындын баарын баш кесердей башын алып чыкмак окшоймун. Кой эми, аттанып жолго чыгайын деп, тушалган атымды көздөй бастым. Кашкулактын жаңы чыккан каңырсаган кара коңуз кыгынын үстүнөн айланган майда чиркейлер ошол өрөөндүн туруктуу тургуну өңдөнүшүп, алсыз, учту тумшугу менен чага албаса дагы сес көрсөткөндөй, кулагымдын кужурун алып, бир топко чейин ызылдашып, аркаман калбай ээрчип келип, анан өз жолуна түшүштү. Тээ ар жакта отто турган жерден мен келатканымды көрүп, дагы оттой турайын дегендей, ордунан күн чыгыш тарапка дароо бурулуп, мен келаткан чыйыр жолго соорусун салып, мурдуна кирип чыккан чымын чиркейлерди оңурайган мурду менен үйлөп, кошкурунуп, башын илкеп, жүгөнүн шалдыратып оттоп жатканына карабай, астын бурай басып, тизгининен алып, өрөмжүсүн чечип, өрмө жүгөнүн оозуна катып, бас майылы көмөлдүргүн тартып, чачышкан жалынан учтай кармап, күмүш үзөңгүсүн теминип, чап секирип миндим да, элик камчымды камчыланып сабалаган боюнча Куйбышев колхозунун малчылары жайлаган Байдылуу жайлоосуна жетип келдим. Алыстан караанымды көргөн малчылардын иттеринин ажылдак үнүнөн боз үйдөн чыккан балдардын карааны чубап сыртка чыга баштады. Ичимден болбоду, шериненин үстүнөн чыктым дегичи болбой, казанындагы эттин жыты, желдин агымы менен Кудай берген чоң мурдумдун каңылжаарын өрдөп буркурай түштү. Байдылуу жайлоосундагы малчылар көчүп келген күндөн тартып, тээ сары күзгө дейрек кезектешип, кой козусун союшуп, шернелешип турарын бала кезимен ары бери мал айдап, жок издеп жүрүп жакшы билчүмүн. Боз үйдөн сырттагы малчылардын бирөөсү үрүп жаткан итин тыйып,
Ey çık, enеңді çık, бұғандай неме? Қаршқыр көрсең аңшылап көңнің түйіне кіре қачар елең. Деп, кел батыр, жолың болсын. Қайдан келтасың? Деп, қанжағадағы чар құржынды қармалап, жұмшақ нәрсе ғой бұл баштығыңның ішіндегі. Деп, бірдемең жоқ қо дегендей сөз қиытып, атымды алып, қолықтаған бош мамыға байлап, мені қолтықтай үйіне кіргізді. Керілген кең далларын керегеге жүліп, генен дасторқында отырған малшылар баштарын көтерішіп, келе қой, өйді өт, дешіп, қаптал жағын қаранышып, маға орын іздегендей жан баштарын қопшошып, төр тарапты көздей жылышып, етек тараптан орын бошотып берішті. Босоғыда тұрған тестер бала чұрқап келіп ұшырашып, қолыма су құйып біткен соң, өмірің берсін деп, дастарқонның чекесінен орын алдым. Төрде отырған ақсақал, бала қайдан? Тамаққа қара, деп, астында тұрған чарадағы беш бармақты мен тарапқа қолының сыртыменен жылдырды. Екі беті алмадай қызарған жеңелер ала қой тамақтан дешіп, тамақтың үстіне кешірек келгендігімен үйесінен, қазан түйінде ет ашын қалса шығарып келсеңші, деп, белінде қызыл ойысы бар чай чыныға ақ серке сұнып, ұстуған тартышты. Менне мұрдале үйесі бұл аяндық жігет, сода сатық қылып келген өңді, қанжығада құржыны бар екен, емнең бар ой қанжығаңда деп, мені қарап егін көтерді. Дастарқында отырған сақалдының біреу даро үйесіне жауап қылып, тамақ ішсінші, аш қыл айланайын, деп, қалпағын білегіменен өйді көтеру еңкейіп, табаққа қол салы олым, деп, өзі қошо тураған етке қол салды. Тамақтан ұялбағандай түр көрсетіп, чарадағы туралған етке 5 манжамды салып, ысық чығынан шорылдатып ішіп отырып, башымды өйді көтеріп маңдайымды қарасам, енесінің етегін басып отырған сұлу бикеш көзінің қиығыменен қарап отырған екен. Сыр білгізбей, босоғы жаққа жүзімді ұрып қолы арчы сұрамыш етсем, ұялтып алдым оқшойт деген сеп, оймоқты ойозын ұячасына чейін шойып, жылмайып алды. Боз үйдің чиешігін желпеп, жүгінген авалда кірген үйесі, қонақ бала тамақ жеп бітті оқшайт, бата қылалы месе, деп, алақанын жүзіне алып, айдан аман жылдан есен шығалы, мен, деп, ақ батасын тіледі. Дастарқон жиналып қолға су құйылып біткен соң, қымыз қойылып жатқан мағалда, темірді ысығында чавайын деп, тарабай тұрасыздар ба, тывыт жолық сатып келдім әлі, деп, ешіктегі құржынды көтеріп кереп, 3-4 жолықты құржыннан шығарып, астыларына жая салдым. Жауалақтаған жеңелер, соның жолық тұрбай ба, дешіп, боз үйдің іші базарға айланды. Жолық алғысы келген жеңелер құдым ойдың желінен чөп чаршылеген сеп, қолындағы жолықты сылағылап, ерлерінің көзін қарашып, улаан берен салынып көрішіп, жарашат бікен я, деміш болғаныменен, күйесінен қандай сөз шығат деп аңдап тұрышты. Керегеге кейрейіп жөненіп тұрған бір жеңебіздің жолдошы, қамшысын егіне қойып, сен алдағы түріңменен коммерсант бола албайсың бала. Коммерсант деген бірден жолыға бірден шише ору алып келсе, ұшы жерде тұрған жеңелеріңе бірден емес, 2-ден жолы қалдыртпайт берек. Тұрау я, жемен қалпайттым ба? Деділі, ошол жердегілердің бары қыран қатқырға түшті. Ар жақта отырған бір сақалды ата, баланың көңілін суытпай, қолықтың арға бірден жолыға бергілі. Есі болса емкі келішінде бағырыңарды жанағы жинді суға сой жығып кетер, деп борсылдап қатқырып алды. Ақсақалдың айтқан сөзі жеңелерге майдай жақтығы, асты бірден, арты 2-ден жолыға алышып, чар құржын еңшеріле түшті. Таң көрі, ошондогу жеңелердің қуанышында чек жоқ. Рахмат ырас келген тұрбайсың дешіп, теги жолықтан бири башына салынса, бири беліне оронуп, сүйін үшін сыртына шығарышып, аябай бақтылы болышты. Құржындың ішінде қалған жолықтарды тепшідегі малшыларға сарымайға айырбаштап, кеч құрын құдыңдаған бойынша үйге 2 құржын толы сарымай көтеріп кіріп келдім. Санасы чыдабай мені күтіп жатқан ежем, жолық айырбаштаған сарымайды қарап жылмайып, содам жақшы болғанын жүзімнен көріп, қуанғаны али бүгінкүдөй есімнен кетпейді. Ошентеп, ежемнің содасы өткөніне мен сүйініп, жолығы өткөніне ежем сүйініп, жолық толғанына байдылы тепшідегі жеңелер сүйініп, жеңелердің қабағы ашылғанға байлары сүйініп, ерін алып, жүгөнін шыпырып отқа қойғаныма жерді атым сүйініп, сүйініштерге күбі болған, өтіп кеткен күнімді жазып қойдым. Ежем жол қырсығынан улам орып жүріп қайтыш болып кетті. Қолдан келген жардамыбызды бір туғандардан аябайлы туғандар. Мұнарбек Құрманов,
29 январь 2025 жыл.